Бүгін біз сіздермен котлет пен картоптан пюре жасаймыз. Ол үшін сіз каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, осы видеоға лайк басып отырыңыз. Ең бірінші біз нанды осылай суға малып, жұмсартып аламыз. 2 сарымсақты және 4 чесногымызды тураймыз. Қазір бұларды ет тартқыштан өткіземіз. Сол үшін алдын ала осылай дайындап аламыз. Дайын болған чесногымыз бен сарымсағымызды ет тартқыштан өткізіп жұмсартып аламыз. Үстіне жәнегі біздің суда тұрған нанымызды қосып тартамыз. Дайын болған соң фаршымыздың үстіне қосып араластырамыз. 1 қасық бұрыш, 1 қасық тұз қосып жақсылап араластырамыз. Біз котлетті духовкаға пісіратындықтан духовканың табасын майлаймыз осылай. Енді жәнегі дайын болған фаршымыздан котлет жасаймыз. Котлетіміз жақсы бірігу үшін осылай қолымызға ұрғылап, қатты ұрғыласақ, сонда жақсы бірігіп, әдемі котлет шығады. Котлеттің барлығын осылай дайындап болғаннан кейін қызып тұрған духовкамызға 180-200 градусқа қойып 30 минутта пісіріп аламыз. Енді бізге подлив жасау керек. Ол үшін қызып тұрған пешке сұйық майымызды қойып, оған 2 қасық томат саламыз. Сосын аздап ұн қосып отырамыз қоюлану үшін. Қою болып кетпеу үшін үстіне су қосамыз. Асты күйіп кетпеу үшін осылай араластырып отырамыз. Астын өте қатты қоймаймыз, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Үстіне тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Дәл осы видеодағыдай сұйықтықта болу керек, өте қою болып кетпесін. Енді біз котлетімізге пюре дайындаймыз. Ол үшін картопты суға пісіріп, осылай пісқан картоптың үстіне сүт қосып, тұз қосып, жақсылап жұмсақ қылдырып пюре дайындаймыз. Міне біздің котлетіміз бен пюреміз дайын. Видеоға лайк басып, қолдап отырыңыздар. Ас болсын!